Сау саламатсыздар ма қымбаттыларым? Бүгін өте әдемі күн. 24 желтоқсан, 24 жыл. Бұл күнде негізі көптеген адамдар дұға тілектер айтып жатады, бір әдемі күн деп есептейді. Мен де сол бүгінгі күні бір жақсы сабақ өткім келді. Негізі қалай ойлайсыздар? Үйіңіздегі ең үлкен қонақ ол не деп ойлайсыз? Менімше, үйдегі ең үлкен қонақ отбасымыздың амандығы, денсаулық, зор байлық, бақыт пен береке, татулық пен түсіністік, және де жақсылық пен жомарттық, арман мен адамгершілік, тіршілік пен татулық, байлық және ол адамгершілік, ақыл. Негізі ақылды адамдар қандай да бір істер кезде алдымен үлкендермен ақылдасады, және де көптеп ойлайды, қалай істегеніміз дұрыс болады деген сияқты. Сіз қалай ойлайсыз? Егер де өзіңізді ақылды адаммын, Алла маған осындай бір артықшылықты берген, ақылдылықты берген, шеберлікті берген, немесе әдемі сөйлеуді берген. Енді әр адам әртүрлі, сіздің қасиетіңіз қандай сізге Алла тағала дар берген деп жатамыз, бұл дарынды бала, Алла тағала бұл балаға осындай дар берген деп айтып жатады үлкендер. Сіз өзіңізді қай жағынан өте қатты дамығанмын, іскермісіз, жоқ әлде әдемі сөйлеу сізге талант берілген бекен? Осы жағынан ойлап, өзіңізді сол жағына көптеп дамытуға тырысыңыз. Мен өзім ойлап отыратын болсам, маған негізі Алла тағала сөйлеуді берген екен. Сондықтан да осы отырған ортада кей кезде жоқ, әшен демалып қайтайын, ештеме айтпайын деген жағдайда да достарымыз бірдеме айт, қандай да бір әңгімені баста, немесе осындай істеген жағдайда қалай болады деп менен сұрап жатқан жағдайда енді жарайды, үндемей отыруға болмайды деп біраз әңгімелер айтып, өзімнің ойыма келгенін, Алланың көкейіме салғанын әңгіме қылып айта отырамын. Негізі көптеген әйел азаматтар жүретін ортада болғаннан кейін көптеген неше түрлі тағдырларды көріп жатамыз, әңгімелерді естіп жатамыз. Сондықтан да ойланып қарайтын болсақ, негізі не істейтін болсақ та көптеген адамдармен ақылдасып, үйдегі үлкендерден сұрап, егер де әпкелеріңіз болса, әпкелеріңізден сұрап, жолдастарыңыздан сұрап, осылайынан ақылдасып істеген негізі келісіп кескен тон келсе болмайды деп қазақ бекерге айтпайды. Сондықтан да әр нәрседе, қандай да бір үлкен істерде үлкендермен келісіп, отбасымен келісіп, солай істеген іс әр уақытта өкінішке әкелмейді. Сондықтан да қымбаттыларым, негізі көпшіліктің шешімімен мына жақсы істер келеді деп жатады, көп бірдеме жасаса көл болады деген сияқты қазақтың да әдемі сөздері бар. Сондықтан да негізі ақылға тоқтау қойып, қандай да бір жақсы істер кезде көпшілікпен ақылдасып істеген мен ойымша дұрыс деп ойлаймын. Сау саламатта болыңыздар. Келер жыл жылан жылы, түсі суық болғанмен өте сұлу, жылы жыл болсын, сіздің өміріңізде әдемі жыл болсын, берекелі жыл болсын, қандай да қойған арманыңыз орындалып, сол арманға қолым жетті міне деген жылға айналсын. Сау саламатта болыңыздар.